Короче, народ, функцияда массивті қабылдау. До этого біз функцияға тек нені бердік, айнымалыларды, мысалы, там бір функция болды бізде, там сан деген, сан деген функция болды. Ол жерге сан беріп, до этого функцияға біз чисто айнымалыларды беріп үйрендік, там чар болсын, не болсын, integer, double болсын. Енді функцияға массив беріп үйрену керек та. Функцияны шақырғанда целый массив беріп параметр ретінде. Функция массивті қабылдайды да, ішінде бір нәрсе істейді. Сумма, сандардың суммасын таба ма, бір нәрсе іздей ма, максимальный іздей ма, бір нәрсе. Функция массивті қалай қабылдайды? Массивті қабылдау үшін сендер жазасыңдар. Массивті былай. Мына жерде не жазып керек жоқ? Размерін жазып керек емес. Жазсаңдар түк болмайды, бірақ неге керек емес? Неге десеңдер, өйткені біз қасында еще бір n жіберу керекпіз отдельно. Массивті жібергенде всегда қасында n жіберіңдер. n деген ана массивтің ішінде қанша сан бар? Кәдімгі біздің n бар ғой. Массив 100 болса, біз n қабылдап алғанымызда n ғана ячейка толтырамыз, сол n жіберу керек. И всегда правило болу керек. Массив жібересіңдер ме, қасында всегда n жіберу керек. Қанша сан забиты, ішінде қанша ячейка толы. И ары қарай не істейсіңдер? Мысалы, мына жерде сол массив мына жерде бізде болу керек. 100 дейік, мысалы, n болсын. n енгіземіз, формен жүгіреміз. И там, скажем, давайте рандоммен толтырып тастайықшы. Сранд арай. Былайша. И толтырып болғаннан кейін сан деген неге жібереміз, функцияға. Функцияға жіберейік массивімізді, толы уже массивті. Массивті жібергенде, міне функцияны шақырып массивті жібергенде, просто атын жазасыңдар. Мына жерде аты мен скобкасын жазасыңдар параметр кезінде функцияда. Функцияны шақырып атқан кезде тек қана аты и мына n-ді береміз, қанша ішінде қанша сан бар екен. Жібермесек, потому что функция білмей қалады да, ішінде қанша сан бар. n жібереміз. Дұрыс па? И функция бізге мысалы массивтің ішіндегі сумманы қайтарса, int там, скажем, s равно деп ше. Дұрыс па? Біз массивті жібереміз, n жібереміз. Анау суммасын іздейді, бүкіл массивтің ішіндегі сандардың бәрін қосындысын табады да қайтарады. Артқа return жасайды. Біз қабылдаймыз s-қа и көрсетеміз. И көрсетеміз. Мына жерде сонда не істеу керекпіз? Біз кәдімгідей, какой-то там сам болады, мына жерде, давай бүйтейікші. Сам array дейікші. Сам array дейікші. Функцияның атын ше. Сам array деп атайықшы функцияны аты. Сумма бізде 0 болады, народ. Бұрынғыдай ғой, формен жүгіресіңдер. Вот, мына жерде бізге білу керек қой, айдан қаншаға жүгіру керек 0-ден бастап. Сол үшін n беру керек. Ол функция білмейді ол, басқа функция ол. Сен мына жердегі n-іңді ұқпайды, ол көрмейді мына n-іңді, дұрыс па? Сол үшін жібереміз. Всем понятно, да? I++, кәдімгідей сумма тең плюс равно дей салайық, array одно и то же, и return сан дейміз. Дұрыс па? Бәрі түсінікті ма? Дәлел көрмей отыр, Дәлел, Олмей, кім? Точно ма? Точно ма? Ну, давайте. Ну, істейді, тут что-то проверять, давайте. Біз мынаны көрсетпедік қой. Рандоммен толтырғанды көрсетейген, народ, а то біз білмейміз ғой немен толтырған. Рандоммен толтырып болғаннан кейін көрсетейік. Уже мен видите, скобкалар жазбаймын өйткені, бірақ ішінде, бірақ не ғой? Бірақ сиаут, мынаны еще былай көрсетейікші. Ладно, осылай көрсетейік, нормально. Толтырып көрсетіп, потом суммасын іздесін. Мысалы, 10 десем, 10 санмен толтырып береді. Толтырады рандом и сумма, рандомның суммасын табады. Я думаю, нормально, в общем, санап керек емес, дұрыс шығар деп ойлаймын. Мына жерде мен түсіндіргенім келгені, функцияға қалай массив беру. Массив обязательно n бересің, и ары қарай өз не істегілерің келеді, соны істейсіңдер, қайтарасың. Окей? Например, мынандай есеп. Мынаны үйде жасайсыңдар, мына жерде не істеу керек? Массив бересіңдер, ол сол массивтің ішінде қанша теріс сан бар екен санап қайтарады. Количество отрицательных чисел,
теріс сандардың саны. Оңай. Екіншісі одномерный массив возвращает значение максимального числа. Максимальный сан тауып қайтарады. Тоже үйде жасай аласыңдар, окей? Оңай. Мына жерде одномерный массив минимальный санның индексін табу керек дейді. Функцияның жұмысы минимальный санның индексін қайтару. Минимальный санды емес, индексін қайтару. Понятно, да? Мен мына жерге тағы да не салайын. Или давайте осы қалсасын просто мынаны бүйтіп қоя салайын да, мына жерге бүйтейін. Екеуін бүйтіп қоя салайын. Мына жерге int min mi дейін, минимальный индекс тең. Функцияны қалай атамыз? Давайте min индекс дей салайық, е? Тоже осы массивті берейік и n-ді берейік. Ол не істейді? Функция іздейді, минимальный сан табады, индексін табады, индексін қайтарады. Қайтарған индексті көрсетсайық. Мөлдір айтшы мынаны Еркеғұлова. Қалай жасаймыз? Біз бүйтіп айттық. Біз бүйтіп ата қойдық мына жерде, видишь? Min индекс. Қазір мөлдір айтады. Айнымалылар керек болса айтсаңыз да дейін. Біз min іздеп атырмыз. Тең int max дейік па? Ладно, мына жерге не қоссақ онда, е? Қалай библиотекасы? Селемец қоссақ. Потом. Int array? For керек емес па? Ай бізде жоқ қой, for керек қой, значит. Точно. Отырыңдаршы, мөлдірді ғана тыңдаймын мен. I 0-ден I до n, е? mi деген бізде бар ма? Онда бізге керек қой айнымалы, е, mi деген. Дұрыс па? Индекс сақтайтын ба? Болды ма? That's all. Дұрыс па? Дұрыс қой. Минимальный таптық, индекс қайтарып отырмыз. Дұрыс. Енді мына жерде соны көрсеттік, е? Тексере салайық. Мысалы, 10 сан дейік. 2-де тұр дейді. Мынау дейді, е? 0, 1, 2-де минимальный тұр дейді. Тағы да іздеп көрейік. Мысалы, 20 сан дейік. Или 15 сан дейік. 11-ші тұр дейді. 11-ші дейік. Мынау шығар, е? Мынау 11-ші. Дұрыс қой, минимальный сан тауып индексін беріп тұр. Дұрыс па? Вроде қиын емес, оңай, я? Мына жерде мынау тоже оңай. Давайте бүйтіп көрсете салайық. Мына жерде мынандай есеп болып тұр еще. Типа нені бір не болады дейді да, x болады. X-ті енгіз деп сұрасын бізден. X-ті енгіз деп. Біз x-ті енгізейік. И мынандай есеп. Int count тең count big x дейік. Жерге қазір айтамын не істейтін. Турасы массивті береміз, n-ді береміз, еще x-ті береміз. Үшінші не береміз? X-ті. Мына функцияның жұмысы count big x деген. Жұмысы мына массивтің ішінде қанша сан бар, который x-тан көп. Количествосын табу керек. X-тан көп қанша сан бар екен. Окей? И қайтарады, мен оны көрсетемін просто. Бүйтіп айтайын. Bigger than x
count is count. Окей? Count big x деген, аны маған айтады, кім айтады? Кім айтқысы келеді өзі? Кім айтқысы келеді? Дамир айтасың ба? Сен ұқтың ғой не істейтін, ал айтып көр. Int дейтін народ дұрыс па? Количество қайтарады ғой, по сути. Дұрыс. Count big x. Массив қабылдаймыз, n қабылдаймыз. Красавчик. Қазір мен жауып сенші, мешать етіп тұр. n-ға дейін ба? Sorry. Если массивте сан, бір сан какой-то x далеко болып жатса, біз бірге санап отырамыз, Там типа count плюс болады, Бірақ бізде count жоқ. Значит, надо создать, Дұрыс та? Создать. И return не дейміз? Мына жерге ма? Осылай ма? Оны мына жерге де кергенбіз. Осылай ма? Слишком голову қалыпты. Жоқ, ол жерге де пайда кергенбіз. Неге? Өйткені мына фордың ішінде тек қана if тұр да, а if-тің ішінде тек қана count плюс. По сути, солай болып тұр. Просто жазсақ для прикола. Мынаны бәрі ұқты ма? Массивті жүгіреміз, қанша санаймыз, x-тен көп санды қанша. И қайтарамыз, қайтарғанды аламыз, көрсетеміз мына жерде. X-ті міне заранее енгізіп береміз, X-ті міне. Ал көрейік, мысалы там 15 сан дейік тоже. X-ті енгіздейік, мысалы 80 десем. Екі ақ сан бар дейді, 84 пен и мына 92 дейді. Тағы да көрсек болады. 5 сан дейік тоже. И мысалы 60 дейік. Уж 7 сан бар дейді, бір. Мынаны санады ғой дейм, ну-ка. Біз үлкен дедік, именно. Үлкен деді, значит 60 санаған жоқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс, Үлкен немесе тең десек, мынаны 8 деп санап кетуші еді. В общем, массивті қалай жіберу керек, все понятно. Енді ары қарай. Теперь дальше чуть-чуть мынандай теория, народ. Қараңдар. Например, я хочу мынаны істеуге. Мен қайта-қайта массивпен жұмыс істегенде, қайта-қайта массивті заполнить етсем де, қайта-қайта массивті көрсетіп отырмын. Мен аны қайта-қайта жаза бергім келмейді да. 100 рет жазасыңдар мынаны. Сендерге мысалы қанша есеп шығарамыз, сонша рет мынаны жаза беремін, қайталана беремін. И өзіме удобно жасап қойғым келеді. Мен аны отдельный бір функцияға, давайте надан бастайық. Мен аны хочу отдельный бір функцияға лақтыруға. Бір функция пока int дей салайын. Fill random дейін. Fill деген толтыру, массивті толтыру. Random деген, random, случайно. Прикол в чем? Мен маған пустой массив берем. Ой, елки. Пустность та? И n берем. Мен мына жерге пустой массив берем да, айтам функцияға. Мә, толтырып берсін. И мына n-ді тоже берем, типа, там, n-ға 10 берсем, 10 сан, мен массивімді 10 сан толтырып берші дейм, рандомно 10 сан. Дұрыс па? Fill жасап, толтыр. Ол толтырды, ол сұранды шақырды, кәдімге ай 0-ден бастап мен берген n-ға дейін жүгіріп, толтырып берді. Бірақ, не қайтарамыз вопрос? Нәрсе қайтару керек па? Мысалы мен бітем, массивім бар, n-ді енгіздім, и сразу нан шақырам, fill random шақырам, fill random, массивімді берем, n-імді берем. Міне, пустой массивті берем, толтырып берші деп берем,
n санымен толтырып берші деп беремін. Функция не қайтару керек? Ол маған array қайтара ма? Зачем ол маған array қайтарады, который и так менің array'ым? Получается, мен main function'ында бағдәулет fill random function. Мен бағдәулетке, мына менің массивім, мен қол, мен массив менде тұр ғой, так, ар main'да тұр, көріне ма? Бағдәулет толтырып берші деймін. Ол маған компьютер салып береді. А зачем ол маған менің массивімді қайтарады, менің қолымды қайтарады? Ол мен ішінде тұрған массив array'не. Сандар қайтару керек дейсің бе? Зачем сандар қайтарады? Ол сандарды менің массивіме жазып берді ішіне. Мен массивім ішіне сандар жазып берді. А ол массив менде тұр. Он у меня. Он не у него. Я ему дал, он мне толтырып берді, все, он у меня. Не қайтару керек? Қайтару керек па деген вопрос. Онда ештеңе қайтарып керек емес, дұрыс па? И так менің массивімді толтырып беріп жатыр. Другое дело, менде массив болмаса, онда ол маған массив қайтару керек болушы. А ол массив и так менің массивім ғой, менің массивімді беріп тұрмын, ол маған менің массивімді толтырып беріп тұр. Біз мынаны еще бұлып өтеміз екінші семестрда. Именно массивпен осылай жұмыс істейді. Бірақ переменныйды берсем, менде мына жерде массив емес, переменный берсем, ардың орнына бір x деген, мына жерге бір x болса, и мен мына жерге бір x берсем, тек қана x берсем, там ешқандай ештеңке жоқ. И ол x-қа мына жерде x-ті қабылдап, x-қа бір нәрсе жазса, x тең там 10 десе, онда мен мына x-қа 10 жазылмайды. Тек қана мына жердегі x 10 болады, а мына жердегі x пустой қалады. Потому что ол переменный қатысты. Мен оны келесі семестр түсіндірем. Қазір қатты керек емес. Бірақ именно массивпен жұмыс істегенде, ана функцияда массивпен істеген заттар менің функциямда көрінеді. Жазған заттары, сандары менің массивімде көрінеді. Массив, потому что переменныйдан басқалай жұмыс істейді. Переменныйды берсем, анау переменныйға жазған значение мен жақтағы функциядан көрінбейді. Оны түсіндірем, қазір ерте кірісімдегі. А бірақ массивті берсем, ана функция массив толтырып берсем, мен ана толтырған мен нәрседен көріп тұрамын main'ның ішінен. Понимаете? Просто соны запомните и все. А не үшін олай жұмыс істейді, ол екінші семестр. Уже глубже кіреміз памятиға уже. Сол үшін қайтарып керек жоқ мына жерде. Ол ана жерде толтырғанын мен мына жерде көріп тұрмын, так менің массивімді толтырып беріп отыр. Боласыңдар ма? В общем, если осыны ғана біліп қатты кірмей қояйық. X-тарды алып тастайын. Не жаздың? Fill random жаздың. Fill random. Екінші семестр примерно оқып тұрсыңдар ғой, қандай темалар болады, указательға кіреміз, памятьға кіреміз, памятьпен жүгіреміз, бір нәрсе құртамыз, памятьті өшіреміз. Так, енді ештеңе қайтармаса, return жасамаса, онда мен науым не в тему отыр, өйткені мен обещанулся же. Ну как, обещание ғой, интеджер қайтарамын деген. Значит, если функция ештеңе қайтармаса, void деген нәрсе бар. Функция бөлінеді. Қайтаратын функция, қайтармайтын функция. Мән қайтаратын, мән қайтармайтын функция. Қайтармайтындарға void жазасың. Ол саған return бір сан беріп тұрмайды аралда. Хорошо? Оның жұмысы немене? Оның жұмысы былай. Қараңдар, қалай істейді? Мен басында main басталады, жұмыс істейді, когда запуск жасағанда. Массив n-ді жіберем, n-ді, то есть енгізем. Функцияны шақырамда пустой массивімен n-ді берем. Мына жерге менің массивім келеді, n келеді. Толтырып береді. Мына формен жүгіріп толтырып бергеннен кейін функцияны до конца функцияның аяғынан жетеді ғой, мына функцияны скобкаға жетеді. Жетсе, значит функция өшеді. Болды, функция өз жұмысын жасады. Дұрыс па? Функция жұмыс істеп болды, функциядан шығамыз да, обратно келеміз и уже формен көрсетіп шығам. Формен арайымды көрсетіп шығам, который уже толтырған мына функция, толтырып берген маған. Осыны ма? Ал бұрынғы функциялар return-мен қайтатын, мыналар мысалы. Бір нәрсе return тұқ деп шығып кететін функциядан. Return-мен шығып кететініміз. Мына жерде кәдімгідей естественно смертью шығамыз. Жұмыс істеп, до конца келіп шығамыз да. Қандай return-сіз функция нормально, аяғын жетіп шығып. Оғасыздар ма? Но мынаны да жаза бергім келмейді да қайта. Сяутта.
Еріншекпіз ғой біз программисттер, народ Еріншеков дейді. Оны да значение деймін, void, мысалы там print array дейді. Мына жерде тоже r и n. Все. Мына жерге бірақ әдемірек істейікші, все-таки отдельный функция істеп жатқаннан кейін. Сету істейік, сету. Төрттік. И мына жерге айоманеп тұр, я нормально. Все, енді сендерге қазір келесі нелерді есептер шығарып отырғанда осы функциялармен қолданып отырамын. Вообще for жазбаймын да, кайф. Fill, print, fill, print. И мына жерге де fillдан кейін print дейсің. Толтырып бер, көрсетіп бер деймін. Болды. Өзім халявщикпін да, енді ғана жіберем, болды. 10 деймін, толтырып береді, көрсетіп береді. Дұрыс па? Ұқтыңдар ма? Мынау как бы новый тема ғой, что функциялар қайтармайтын новый. Java'da өттіңдер, я знаю, да. Методты да қайтармайды. Понятно ма? Қалмай? Аружан, түсінді ма? Түсініксіз бе? Сұра түсініксіз бе? Қай жер түсінбейді? Тура бұрынғыдай істейді функция, просто артыққа мән қайтармайды да. Просто өз жұмысын істеп бітіреді. Шұғыла? Түсінді ма? Я түсінді. Түсінді ма? Қиын келіп жатыр ғой деймін саған, я программирую. В общем, келесі есеп онда давайте. Келесі есеп не дейді? Біз екеуін жасап қойдық уже, принимает, случайным числами енгізеді, выводит красиво, екеуін істеп қойдық. Мына дейді істейсіңдер. Массивті қабылдайды да, ішінде каждый 0 деген сандардың индекстарын көрсетіп береді просто. Народ, функция қабылдайды массивті, ішіндегі бәр нөлдердің индекстарын көрсетіп береді. Просто сяут қып береді индекстарын болды. Бірақ қайтармайды. Мына жерде сендер даже қайтара алмайсыңдар, неге? Өйткені нөлдер көп болса, соответственно, индекстар да көп қой, а сен функция көп нәрсе қайтара алмайды, функция тек бір сан қайтара алады. Сен функция бір рет шақырғанда, ол саған тек бір нәрсе ғана қайтара алады. Соответственно, көп индекс болса, сен қайтара алмайсың. Значит, задача как раз, видите, мен әдейі void деп қойғаным. Нөлдердің индекстарын көрсетіп шығу просто. Сяут қып шығу. Қайтару емес, сяут қып шығу. Void функция болады. Мына жерде мынандай есеп, народ. Бізде қаншаға сабақ? 15-ке дейін ба? Мынандай есеп. Мысалы, 3 массив болады, мына жерде R деген массив болады. 1 деген массив болады. И сыр деген массив болады. Мына жерлерге сандар толтырамыз. Давайте бүйтіп. Мына жерлерге бір рандомный сандар жазамыз. Сырға ештеңе жазбаймыз. А мен Б-ны толтырамыз, а R мен 1-ді, то есть сырға ештеңе жазбаймыз, пустой болады. И осы 3 массивті неге береміз? Функцияға береміз. Целый 3 массив береміз функцияға. Функция 3 массив қабылдайды да, мына 2 массивтің сандарын 3-ші массив қосып жазып отырады. То есть былай. Мынаның 0-ші индекстағы сан алады, мынаның 0-ші индекстағы сан алады, қосады, мына жерге зат ответ. Сырға. Мынаны алады, қосады, 5 плюс 3 8-ді. Понимаете, да? 6 плюс 3 9 деп бүйтіп жазып отырады. 1 плюс 7 8 деп. Ұқтыңдар ма? Функцияның жұмысы сол да, 2 массивтің сандарын 3 массивқа жазып беру. Понятно? Қалай істейміз? Мына жерде бізде болады R болады, 1 болады, сыр болады. Дұрыс па? 3 массив болады, и n болады, n общий болады бәріне. N енгізем. Енді қараңдар, бүйтем, fill, кайф осы емес па? Fill random rn дейме? Fill random 1n дейм.
Кайф қой. Арды толтырып бер, бірді толтырып бер. Еще оларды көрсетіп бер. Толтырғаннан кейін көрсету керек қой. По идее, көрсеткенді можно было филда жаза салуға, если надо было. Типа, бәрін толтырып болғаннан кейін принтере шақыра салады да өзі ше. Функцияны шақырған, филді ғана шақырасың, ол өзі заполнить етіп, өзі ананы шақырып береді саған. Көрсету үшін просто. Ну, можно так, можно и без этого, можно отдельно шақыра салуға. Заполнили, көрсеттік екеуін не істейміз? Бір функция болады, аты қалай болады? Скажем, sum of arrays деген, мысалы. Сумма двух массивов деген бір нәрсе болсын. Оған біз r береміз, 1 береміз, сыр береміз, n береміз. Дұрыс па? О маған на екеуінің сандарын маған толтырып береді сырға. И мен сырды просто көрсете саламын, print array сыр. Дұрыс па? Ана толтырып бергеннен кейін, а мен b-ның қосындысын толтырып бергеннен кейін сыр көрсете саламын. Түсінесің ба? Көрініп отыр ма? Тұмар түсінді ма? Қойшы? Біраз түсінбей отырсыз, не түсінбейді? Үшінші массив қой просто. Можно было типа R1, R2, R3 деп мен просто. Жоқ, сен оны сұрап отқан жоқ, тағы оны әлі жазған жоқпыз біз просто. Біз бүйтіп айтырмыз типа. Біз мына екеуін толтырдық қой, ә? Толтырдық қой, ішінде сандар бар ғой. Осы ішіндегі сандарды қосып, маған жазып берші деп жатырмын да маған. Жаңа бүйтіп көрсеттім ғой міне. Осы үшеуін берем, үш массивті. Мына екеуін толтырып берем, r мен 1-ді, сырды пустой берем. Функцияның жұмысы мынау мен мынаны қосып, мынаған жазып отыру ғой. Сырға жазып беріп отыру керек. Мынау мен мынаны қосады да мынаған жазады. r мен 1-дің сандарын қосып, сырға жазып отырады функцияның жұмысы. Типа заполни мой массив сыр значениями сумма r плюс 1. Короче. Понимаете, да? Точно ма? Вроде ұқты. Чуть психология ғой, ұқты вроде. Басқа? Көп сұққан жоқ, бірақ бәрін сұрап отыр жоқ. Біреу соткада отыр. Так, сырды толтырып бергеннен кейін, көрдің ба, көрсетіп жатыр мен сырдың ішін, типа принт көрсетіп берші, немен толтырып берген. Мына жерде бір минус бар деп бұнан жазу керек қой бізге. Sum of array. Тоже void болады походу, өйткені сырды зачем возвращать, е? Мынау былай, е? R қабылдайды, 1 қабылдайды. Мына жерде народ аттарын любой жаза берсіңдер болады, не путайте. Анау R болса, мынау да R болады деген не жоқ. Мысалы бүйтейік, A болсын, B болсын, е? S болсын. Айтыр массив болу керек и N. Ну, помните, любой ат бере беруге болады. Не обязательно R бірді, просто шатасып нетіп жатыр. Сонда бізде мынау пустой, е? Қалай толтырамыз оны? Асанова. Асанова. Сіз Асановсыз? Асанов Алибек күшті болды. Сіз есепті ұқпадыңыз ба? Мынаны толтыру керек анау екеуімен. А мен Б мен С-ны толтыру керек. Аружан? Аружан сен ойланып жатсың ғой, е? Бір басқа бір мирда жүрміз екенсің. Ага, for. Что тут происходит, ты, пожалуйста? Өлдір, е? Қаншаға не істейміз for? CI тең. Осы жерде ағай сұрағым бар еді, AI қосылым бар, I деп жазған болады ма? Иә. Солай жазып. AI қосылған. Дұрыс осылай ғой народ, е? A0 плюс B0 аламыз да, C0 жазамыз. A1 плюс B1, C1. Дұрыс па? Каждыйын бұл индекспен жазып шығаймыз. И қайтарып керек жоқ, өйткені C деген как бы не, и так менің массивімді толтырып беріп жатыр, сырымды толтырып беріп жатыр, е? По сути, можно не возвращать. И потом көреміз print array сыр деп көреміз. Мына жердің бір минусы народ қараңдар. Sum of arrays неме ұнамай тұр? Жоқ, ол емес.
мына жерде народ ұнамады кетті сол типтар. Жоқ, ол одан емес, мына жерде я вам говорю, что мына жерге любой ат жаза берсеңдер болады. Өйткені ол отдельный функция. И мынаған дейін керек. Дұрыс па? Бәрі, мына параметрде бәрінің несі типі болу керек. Мысалы 10 десем, мына жердің бір минусы қараңдар, мынау бірдей болып қалып жатыр сандар, ар мен бір дашы. Ана суммасын қосып жатыр, я. Но мына екеуі бірдей болып жатыр. Неге? Өйткені фил рандом екеуі бір уақытта шақырылып тұр да. Бір уақытта шақырылғаннан кейін мына біреу тема сран тайм 0 1 секунд беріп тұр да, бірдей сандар. Бүйтіп істеуге болады, мынандай библиотека бар. Windows H деген библиотекада мынандай функция бар. Мына фил рандомнан кейін мынаны бүйтейік sleep. Sleep деген күте тұру ғой, 1000 десең 1 секунд күтеді. Сонда былай да, мынаны толтырып береді да, сон 1 секунд күте тұрады да, содан кейін мынаны толтырады. Даже бүйтіп көрсетейін сендерге, мынаны толтырып бергеннен кейін принтар жасатайын да, чтобы вы поняли лучше. Вот мынаны толтырып көрсетіп, күтеді да, потом ананы толтырып көрсетеді. Мынаны толтырып көрсетеді. 1 секунд арасы. Сонда былай болады, қараңдар, 1 секунд күтеді қазір міне. Бірінші толтырып береді ананы, міне. Толтырды, 1 секунд күтеді, ананы толтырады. Сонда басқа сандар шығады, көрдіңдер ме? Секунд бірдей болғаннан кейін рандомның арада бірдей болып жатыр да. Суммасы дұрыс, е? Мынау сыр сендердің. Мынау сырлары. Екеуін қосыңыз, көрдіңдер ме? Мынау менен қосасыңдар, мынау шығады. Понятно, да? И кайф в чем кайф? Бір да фор жазған жоқпыз, қараш, бәрі дайын да. Толтыр көрсет. Мынаны да толтыр дедік, по сути, мынау толтыр ғой, как бы сырды толтырып бер, тоже мына екеуінің суммасы и көрсет дедік. Ал? Windows деген. Бұрында мына библиотекалардың бәрі C язык бар ғой, C. C++ емес C. C++-ның атасы ғой бұрынғы. Сонда бүкіл библиотекалар осылай болатын. .х деп мына C болмайтын ешқайсында. .х деп ше бәрі. Time-х, iostream чөй басқалай жазылатын. Мынаның несі... қайсы болды? Дұрыс, бүйтіп просто. Мынаның несі қарау керек? Мынау старый версиясын, но пока осылай қоса берсіңдер болады. Тоже бір не болу керек, типа C Windows секілді нәрсесі. Новый версиясы. Sleep деген функция үшін ғой. Так, надо үйде жасайсыңдар, қараңдар. Написать функцию, которая меняет порядок элементов. Массивті жібереміз. Ол массивті қабылдайды да, массив переворачивать етіп береді. Бұрында істеп едік қой. Одномерный массив. Значенияларын аударып береді, наоборот. Аударып береді, но қайтармайды, опять же, өйткені ол менің массивімді аударып беріп жатыр. Үйде істей саласыңдар, функция аударып береді. Енді мынандай нәрсе, давайте уақыт болса қазір шешіп көрейік. Что там? Кім жазып жатыр? Дұрыс. Жоқ, оны жасамаймыз, үйде жасайсыңдар. Мынандай нәрсе, функцияға не берем? Мысалы бір 20 сан. Давайте мынаны көрсетсайықшы. Мысалы 20 сан дейік. 20 емес, көп екен 20, 15 дейік. Короче, массивті мыналар это да? Мыналар лақтырып тастайын, е? Все. Мешает немножко. 15 сан. Короче, 15 сан болады, типа массивте. Там или без разницы қанша сан болады. И мынандай нәрсе табу керек. Вот мынау қиын, Алибектен сұраймыз. Мөлдір, Алибек, Мөлдір, Тума. Короче, кто может? Үш подряд тұратын санды іздеу керек, сумма который наименьшая, ең кішкентай сумма. Мысалы, мына үшеуінің суммасынан кіші, понятно, да? Мына үшеуінің суммасы бар, мына үшеуінің суммасы бар. Бірақ қай тройканың суммасы ең кіші? Я думаю, мына үшеу шығады бізде. Үш подряд тұрған санның суммасы ең кіші болу керек. Басқа тройкалардан подряд тұрған. Құқтар ма задачаны? Бізде походу мынау болады, е? Или мынау болады, или мынау болады. Походу осы болады, е? Осы болады. Мына үш санның ең бірінші саны бар ғой, 7 деген сан. Соның индексін көрсету керек. Сол тройка қай жерден басталатын индексті көрсету.
мен шығарып үлгермедік екен, уақыт жетпей қалды, үйге келе салдым. Осы сендермен шығарып береміз. Қанша сан бар десеңдер, міне мына жерде айтылып тұр. 20 сан бар екен все-таки. Массив из 20 целых чисел заполняется случайным образом, случайными сандармен. И қай тройканың суммасы кіші, сол тройканың индексін, басылатын индексін айтады. Минимальная сумма. Понятно, қиын емес, ойлап көрсін, қалай шешеміз. Екінші семестр осындай задачалардан бастаймыз ғой, примерно. Уже сенде нормально қачақсың да қачақ. Битсенде бірақ күш жатыр, бұрына шықпайтын. Бұрында битсенде мәжін шығатын біз. Қазір чуть шығып жатыр. Я тума битсе. Альбик вообще Шварценеггер. C++. Макс, ойлансаңызшы. Асыңыз ойлансыз. Я же вижу кого. Вот я переключусь. Ладно, басқа даже. Вселенная даже. Квадрокоптермен қалан қарап. Дамир, да, осындай кезде Дамир шығады эфирға. Сандуғаш деген танисыңдар ма? Логикасы күшті да, логикасы. Осындай есептер айтады, примерно осылай істеу керек. Код жаза алмайды бірақ. Логикасы мықты бірақ, молодец. Сөзбен айтып бере алады, жақсы ой. Ау? Что там, идея есть? Есть идея, нет идеи. Бірден бастап деген 38-ден бастап па, нәжден бастап па? А чё, мына үшеуін есептемейміз бе не? Үшеуінен бастап, вдруг мына жерде кішкентай тұр үшеу. Осы группа бірақ кіргісі отырады. Я понимаю, вы сильно хотите. У меня урок идет. Я могу 10 минут сейчас. Мен сендерді үйретем. Не хуже үйретем. Прям от души үйретем. Шаршаған жоқ, шын айтамын. А неге басынан бастамаймыз? Пойти, үшеу кішкентай болған мүмкін. А можно же RI плюс RI плюс 1 плюс RI плюс 2. Солай. Можно, да, по идее, давай сендерге подсказка беріп, все-таки де шығарасыңдар. Надан бастап жүгіресіңдер ғой? RI плюс 1 плюс RI плюс 2 деп. И до конца жүгірмеу керек онда, өйткені мынаған жүгірсеңдер, мынау мен аны қосып кетеді, иә, пустой жерде. Онда екіне жетпей жүгіру керек, мына жерге дейін. И үшеуін қосып, суммаларды бір максимальный суммамен салыстыру, и минимальный суммамен салыстырып отыру керек, как-то. И индекс деген керек, который чаттап отырады, не? Кажется, шарттайсыңдар спокойно, давайте. Сендермен де үлгермедік. Лучше үйде өздерің қызық қой. Үйде шығарады. Ертең задач двумерный массив. Ертең двумерный массивқа задач. Практика ма? Бүгін тест, ертең задача. Екі есеп бұйырса. Бір оңай, бір средний. Аржан, дайындал. Тумар тоже дайындалып кел.